Баршаңызға сәлем, менің асханам арнасына қош келіпсіздер. Бүгін кабачкиден блины дайындаймыз. Ал бастайық. Кабачкиді теркадан өткізіп аламыз. Жұмыртқа, тұз, қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай сұйық май мен сүт қосып араластырамыз. Содаға кішкене су қосып, 1-2 тамшы уксус тамызып, қопсытып аламыз. Немесе оның орнына разрыхлитель қосып араластырсаңыздар болады. Ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Мен кішкене көкшөп қосып жібердім. Асқабақтың дәндерін қосып жіберсеңіздер, дәмді әрі пайдалы блины болады. Дайын қамырымыз осындай сұйық қаймақ сияқты болуы керек. Табаны жақсылап қыздырып, кішкене қамырымыздан құйып пісіріп аламыз. Балдарыңыз көкөніс, кабачки жемейтін болса, осылай қосып пісірсеңіздер білінбей кетеді. Таңғы асқа пісірсеңіздер де болады. Блинымыз өте дәмді, тойымды. Осымен кабачки қосылған блинымыз дайын болды. Видео рецептім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған менің асханам арнасы. Астарыңыз дәмді болсын.